Сәлем достар, сіздермен бірге Алтын ТV арнасы. Есікті біреу немесе бір нәрсе қатты ұрды, бірақ содан кейін толық тып-тыныш болып қалды. Мен подъезден жанымыздағы көршіміздің дауысын естідім. Ол есікті ашуымды өтініп, тұз сұрап келгенін айтты. Мен глазоктан қарағанымда шынында да сол жерде Нина тәте тұрды. Мен оның мейірімге толы келбеті мен жымиғанын километр жерден болса да көріп танимын. Есікті дірілдеген қолдарыммен ашып, алдымен айналама қарап алдым. Сосын одан подъезден жасыл көйлек киген әйелді көрдіңіз бе деп сұрадым. Ол күліп, ол жаста қызбен кездесуде ерте екенін айтты. Мен ас үйге тұз әкелуге бара жатып, әлгі қорқынышты болған әйел әлі тұрған сияқты болып қатты қорықтым. Сондықтан тәтеге үйге кіріп тұруын сұрадым. Бірақ ол үйге кіруден бас тартып, етті тезірек пешке салуым керек деп асықты. Мен тұзды алып қайта есікке оралғанымда, онда ешкім болған жоқ. Есігі ашық және сықырлап тұрды. Есікті тезірек жауып, оған тұз керек болса, тағы да келіп есікті қағар дедім. Меніңше пеште бір нәрсе ұмытып кетіп, қайтып үйіне кіріп кеткен сияқты. Қорқыныш азая бастады. Мен ас үйге тұзды орнына қою үшін бардым. Ас үйге жақындағанымда қара түсті бейнені көрдім. Басында бұл маған елестеп кетті деп ойладым. Бірақ жоқ, біреу терезенің алдында тұрды. Ас үйдегі жарық болса, жыпылықтап кетті. Мен қатты қорқып, тіпті орнымнан қозғала алмай қалдым. Киіміне қарағанда, бұл Нина тәте екенін түсіндім. Бірақ терезеге үнсіз қарап тұрды. Басқа адамдардың терезесіне қарағанды ұнатасың ба? Мені суық тер басып, денемді қорқыныш биледі. Мен тек подъезге немесе жатын бөлмеге жүгіргім келді. Өйткені ол мені жұқа және суық қолдармен ұстап алды. Бірақ мен жұлқынып, босатылып шығып, ең жақын бөлмеге жүгірдім. Мен бөлмені жауып алдым. Ол ішке кіргісі келіп, ұрып жатты. Осының бәрі бірден тоқтап қалуын өтініп, бұның бәрі түсім болса екен деп тіледім. Сосын кенеттен үнсіздік болды. Дәліздің біздің пәтерге біреудің кіріп келе жатқан дауысы естілді. Бұл анам ғой. Анам жұмыстан келді. Мен құтқарылдым. Көзіме жас толы күйде оған қарай жүгірдім. Ештеңе айта алмадым. Ол мені құшақтап, сен неге дірілдеп жылап жатсың деп не болғанын сұрады. Мен жай ғана иығына жаттым да, қатты қорыққаннан сөз де айта алмадым. Мен қатты қорықтым. Достар, видео ұнаған болса лайк басып, арнаға тіркеліп, пікір қалдырып кетейік.